Сәлем достар, біз бүгін жаңа жылдық дастарханға арналған елочка салатын жасайтын боламыз. Ол үшін бізге заттарымызды дайындап алу қажет болады. Сәбізімізді және жұмыртқамызды пісіріп алып болса теркадан өткіземіз. Содан кейін алма қажет болады. Оның сыртын ашып теркадан өткізіп аламыз. Содан кейін ірімшігімізді де теркадан өткізіп аламыз. Ал содан кейін тауық етін осылай төрт бөлшектеп турап алып бөлшектеп, кішкентай болса жақсырақ болады. Осылайша оның формочкасын жасайтын боламыз. Содан кейін әр слойына майонез жағатын боламыз. Келесі бізде слой сәбізбен болмақ. Бірінің үстіне біріне майонез жаға беретін боламыз. Содан кейін алма бізді де оның үстіне қосып, содан кейін жұмыртқа қосып, бәрін майонезбен тағы да бір жауып, содан кейін осындай кивилерімізді ашып алып, оның жарысын бөліп аламыз. Яғни әр жерін осылайша елочка қылып жасатын боламыз. Ал содан кейін біз анарды дұрыстап тұрып ашып, оны осылайша елканың ойыншықтары ретінде пайдаланатын боламыз. Ал астарыңыз дәмді болсын, өте әдемі әрі дастархан көркін келтіретін салат.